Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен портфолио жайында сабақ өтетін боламыз. Бұл сабақта сіздер портфолионы қалай жасау керек және оның түрлерімен, портфолионың құрылымымен танысатын боласыздар. Алдымен біз портфолионы кімдер жасайды, оны қалай жасайды, оны кім бақылайды, немесе кімнің көмегімен жасақтауға болады, портфолионы қай жерде ұсынуға болады, сол туралы түсінік беріп өтейін. Педагогтың кәсіби шеберлігінің өсуі туралы ақпараттың көзі бұл портфолио. Мұғалім портфолиосы файлдары бар арнайы папкада жасақталады. Портфолиоға салынған әр материалда мерзімі міндетті түрде көрсетіледі. Портфолио құрамы әдістемелік бірлестік жетекшісінің немесе мұғалімнің өзінің алдына қойған міндеттері негізінде жасалады. Портфолионы электронды түрде де жасақтауға болады. Электронды түрі құжаттардың сканерленген қосымша электронды кестелер, педагог пен оқушы жұмысының электронды файлдары, жобалар, сабақ түрлері және тағы басқа түрде жасалынады. Портфолио педагогтың сол білім мекемесінде жұмыс атқарған уақытындағы директордың орынбасарларының қатысуымен және өз күшімен жасақталады. Мұғалім портфолиосы ұжым алдында таныстыруына болады. Бұл бір жағынан кәсіптік қызметінің қорытындысымен бөлісу болса, әрі жас мамандар үшін үлгі бола алады. Енді мен сіздерге портфолионың түрлерімен таныстырып өтейін. Портфолионың 3 түрі бар. Яғни бұл қатып қалған қағида емес. Бірінші, мұғалім портфолиосы. Бұған жалпы педагог қызметкерлер кіреді. Екінші, аттестациядан өтетін мұғалімдер портфолиосы. Бұған педагог модератор, педагог сарапшы, педагог зерттеуші және педагог шеберлер кіреді. Үшінші, мектеп тренерінің портфолиосы. Енді мен сіздермен мұғалімнің портфолиосының құрылымымен таныстырып өтейін. Мұғалім портфолиосына міндетті түрде мұғалімнің өзекті мәселесі енгізілуі керек. Және де кез келген істі бастамас бұрын біз алдымызға мақсат қоямыз. Дәл сол сияқты портфолионың да мақсаты болады. Портфолионың мақсатын мұғалімнің өзінің қалауына қарай өзгертуіне де болады. Енді портфолионың бірінші бөліміне не кіреді? Жалпы педагог туралы мәлімет жинақтайсыздар. Бұл жерде сапалық құрам. Сапалық құрамның ішіне диплом бойынша мамандығыңыз, жұмыс орны атқаратын қызметі, білім беру ұйымындағы еңбек өтілі, үкімет наградалары, грамоталар, алғыс хаттар, кәсіби жетістіктер туралы халықаралық, республикалық және қалалық аудандық жердегі дипломдары, жеке куәлігінің және құжаттарының көшірмесі, білім туралы диплом көшірмесі, ғылыми атағы туралы дипломның көшірмесі, еңбек кітапшасының көшірмесі, мамандық бойынша біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы құжаттарының көшірмесі, қосымша пән бойынша курстан өткен құжаттарының көшірмесі, алған, берілген біліктілік санаты және оны растауға берілген педагог қызметкердің өтініші кіреді. Келесі екінші бөлімінде педагогтың ғылыми әдістемелік қызметі. Бұл жерге енгізілетін құжаттар педагогикалық оқуларға, дөңгелек үстелдерге, ғылыми тәжірибелік конференцияларға, семинарларға, шығармашылық конкурстарға қатысқандығын дәлелдейтін материалдары, баяндамалары, көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің тезистері және бағдарламалары тағы басқалар енеді. Әдістемелік бірлестіктің, әдістемелік кеңестің, шығармашылық топтың отырыстарындағы баяндамалары, көпшілік алдында сөйлеген сөздерінің тезисі, бұқаралық ақпарат құралдарында, ағымдағы баспасөздерде жарияланған ғылыми әдістемелік материалдары, тәжірибелік қызметтерге қатысқандығы туралы бұйрықтың көшірмесі, оқу әдістемелік кешенінің оқу бағдарламаның сараптама жұмыстарына қатысқандығы туралы қолда бар құжаттары енгізіледі. Үшінші бөлімінде педагогтың кәсіби жетістіктерінің нәтижесі және оқушылардың білім жетістіктері. Педагогтың кәсіби өсуі мен кәсіби қызметінің қорытындысы бойынша бекітілген сертификаттар мен құжаттары соңғы 5 жыл ішіндегі, ал оқушылардың білім алуындағы жетістіктері арқылы соңғы 5 жыл ішінде педагогтың кәсіби қызметінің бекіткен нәтижесі мен сертификатталған құжаттары енгізіледі.
Соңғы бөлімде педагогикалық тәжірибесі туралы құжаттары. Педагогтың кәсіби өсуінің жеке жоспары 3-5 жылға арналу керек. Педагогтың озық іс тәжірибе материалдарының бір формасын ұсыну. Педагогикалық іс тәжірибесін сипаттау, ұсыну формасы, яғни эссе, шығармашылық есеп. Өз тақырыбы бойынша мұғалімнің оқу әдістемелік құралы, бұған авторлық бағдарлама, дидактикалық материалдар жинағы, әдістемелік нұсқаулық, жұмыс дәптерлері енеді. Жаңа мазмұнға сай педагогикалық технологияларды пайдаланылған сабақ үлгілері мен өзін-өзі талдаулары және пән бойынша сыныптан тыс жұмыстарының үлгілері мен өзін-өзі талдаулары 3-тен көп емес болуы қажет. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.